Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге муколитиктерді балаларға беруге бола ма деген сұраққа жауап бермекшімін. Муколитик дегеніміз өкпедегі бронхтардан қақырықты шығаратын дәрілік заттар. Яғни көп ата-аналар оны баласы жөтелсе болды, баланың жасына қарамай, ол айлық бала болсын, 1 жастағы, 2 жастағы бала болсын, барлығы сол препаратты қолданады. Яғни олар линкас, ампробене, проспан, лазалван, гербион, бромкексин, ацц деген сияқты дәрілер. Балаларға муколитиктерді 5 жасқа дейін мүлде беруге болмайды. Себебі балалардың бронхы өте тар болып келеді үлкендерге қарағанда, және бұлшықеттері мен бронх ішінде кірпікшелері әлсіз дамығандықтан бөлінген, яғни шыққан қақырық жоғары қарай жылжымайды. Міне сондықтан бала жөтеле береді, бірақ қақырық шықпай, ол өкпеде жинала береді. Өкпеде жиналғаннан кейін ол бронхтардың обструкциясына әкелуі мүмкін, және де екіншілік инфекцияның түсуіне алып келеді. Яғни бронхит дамуы мүмкін, немесе пневмония дамуы мүмкін. Сондықтан да ОРВИ кезде ешқандай муколитиктер тағайындалмайды. Яғни қандай да бір жөтел пайда болса, оның себебін іздеп барып емдеуіміз керек. Яғни балаларда көбіне жөтелдің себебі ол фарингит, яғни тамақтың қызаруынан және де мұрындағын аққан судың салдарынан болады. Муколитиктер негізінен көп жағдайда өкпенің созылмалы аурулары кезде, яғни созылмалы бронхит, хобл, муковисцидоз аурулары кезінде тағайындалады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.